Бородавата решает, да? Ұлыбританияда тұрасыз? Иә. Ұлттық құраманы қолдауға келдіңіз Белфастқа. Өзіңіз қайда тұрасыз? Мен Ковентрда тұрамын. Федерация бізге 200 билет берді. жоқ. 77 билет берді. Біз бәрін бердік. И в основном студенттер бәрі. Бірақ та қарасам үлкен адамдар да бар. Иә. Үлкен адамдар да бар. И студенттер да бар. Балалар да бар. И бүгін жеңеміз. Есеп? Есеп 2-1. Кім соғады? Зайнудинов пен Алип. Бірақ Зайнудинов пен Быстров. Рахмет. Ұлыбританияның қай қаласынан келдіңдер? Абердин. Жақын ба осы жерден? Шотландия. Оқисыз ба? Жұмыс ба? Учимся. We study. Кім соғады? Бүгін голдарды кім жеңеді? Қазақстан ба, Солтүстік Ирландия ма? Казахстан. Қазақстан жеңеді. Қазақстан, әрине Қазақстан, басқа кім жеңеді? Прогноз? 2-0. 2-0 кім соғады голдарды? Оны білмеймін. Зайнудинов соғады. Зайнудиновтан басқа. Бар ма? Қазір тоқтаңыздар, айтамын сіздерге. Қазір. Екінші Самаратов салсын, иншалла, көрек. Абат жобасы. Айымбетов соғады, 2 гол. Заменада. Абат, потому что жанкүйерлер күтуде. Сенің голыңды тағы бір гол керек. Гол обязательно, давай, Абат. Сенеміз саған, Қазақстан алға. Матчтың басталуына 5 минут қалды. Негізгі құрамдар шықты. Максим Самородов жады шабуылшы ретінде ойнайды. Және орталық жартылай қорғаушылар Рамазан Оразов, Бақтияр және Зайнудинов Максим Самородовты қолдайды. Меніңше екінші таймда Абат Айымбетов міндетті түрде алаңға шығу әбден мүмкін. Достар, ойынның 12-ші минуты. Әзірше Қазақстан құрамасы бірде-бір шабуыл жасамады, өкінішке орай. Және де алаң иелері бірнеше рет шабуылдады. Игорь Шацкий бізді қорғап қалды. Голдан бірнеше рет соққы жасады. Ал менің пікірімше екінші таймда Ирландия құрамасы шаршайды. Содан кейін екінші таймда бізде шанс пайда болады. Абат Айымбетов алаңға 65-70 минуттарда шығады. Сөйтіп гол соғу әбден мүмкін. Күтеміз, брат. 15 минут қандай мүмкіндік. Максим Самородов керемет соққы жасады. Екі қорғаушынан өтіп кетті, бірақ та қақпаға дәл тимеді. Оның соққысы өкінішке орай. Алғашқы таймның ортасы Марат Быстров
шабуылдаушы ретінде ойнаса да бірнеше рет шабуылға араласты, бірнеше өткір пастарды жасады. Содан кейін Михаил Габышевке пас тастырды, бірақ та Михаил Габышев кроссты дұрыстап жасай алмады, өкінішке орай. Қауіпті бір соққы жасады, сөйтіп бірінші тайм артта қалды, бірнеше рет шабуылдады біздің құрамамыз. Бахтияр Зайнудинов белсенді болды, Максим Самродовтың керемет бір-екі мүмкіндігі болды, Марат Быстров керемет ойынды көрсетті алғашқы 45 минутта. Меніңше екінші таймда біздің құрамамыз белсендірек ойнайды деген пікірдемін, және де заменалар болады. Батайымбетов алаңға шығу әбден мүмкін. Во втором тайме ситуация кардинально не поменялась. Да, чаще, наверное, владеют мячом именно хозяева поля, который пытается прижать наших футболистов. Но запомнился момент, когда Асхат Тагыберген с дальней позиции попытался пробить. Все то же самое, что он и делает в матчах чемпионата Казахстана, когда регулярно забивает с дальних дистанций. Достар, матчтың 60-шы минуты, және де қосалқы ойыншыларды қарастыратын болсақ, Исламбек Қуат, Абат Айымбетов, Эльхан Астанов және де Лев Скворцов алаңға шығуы әбден мүмкін. Себебі олар қазір разминка жасауда. Меніңше Абат Айымбетов Максим Самродовты алмастырады, ал Михаил Габышев аздап шаршаған сияқты. Оның орнына Скворцов шығады. Эльхан Астанов Бахтияр Зайнудиновты алмастыра алады, немесе Рамазан Розовты алмастыра алады. Ал Исламбек Қуат не үшін керек? Себебі есеп 0-0, меніңше жаман нәтиже емес. Сондықтан қорғанысты күшейту үшін матчтың соңында Исламбек шығады. Многие недооценивают сборную Северной Ирландии, но нужно понимать, что здесь есть очень много футболистов, которые играли или продолжают играть в английской премьер-лиге. Допустим, тот же капитан Эванс, который свыше 300 матчей провел в английской премьер-лиге и выступал в Манчестер Юнайтед. Есть воспитанники, которые в Манчестер Сити и в Челси получали футбольное образование. Поэтому это очень крепкая сборная, которая несколько лет назад даже играла на чемпионате Европы. 69 минут солтүстік Ирландияның жанкүйерлері пенальти сұрады, себебі Абзал Бейсебеков олардың пікірінше қолмен ойнады, бірақ та бәрі анық көрініп тұр, қолмен Абзал ойнаған жоқ. 70 минут алаң иелері өте белсенді шабуылдауда, сөйтіп Нұралы Әліп басында сары қағаз алды. Бірнеше минуттан кейін Асхат Тағыберген сары қағаз алды. Сөйтіп матчтың соңында өте қиын болады. Сол себепті жігіттер сабыр сақтаңдар, бастысы қызыл қағаз алмау. Біздің бас бапкеріміз Магомед Адиев қазір қорғанысты күшейтуде. Алаңға Бахтияр Зайнудиновтың орнына Исламбек Қуат шығады. Демек, бізге 0-0 жақсы ма? Әрине, ол да жақсы. Бірақ дегенмен Зайнудинов кеткеннен кейін қазір олардың солтүстік Ирландия ойыншылар шатасады. Яғни орнына Абат Айымбетов пен Эльхан Астанов бірдей шыққан кезде қорғанысында олардың сумбур болады. Яғни шатасу, не істерін білмей қалады. Осындай соңғы минуттарда Магомед мысалы сюрприз жасамақшы. 78 минут. Шат! Керемет сейв жасады. Алыстан соққы жасады ирландиялық ойыншы. Бірақ та
біздің қақпашымыз аман сақтап қалды қақпамызды. Матчтың соңында Магомед Адиев бірден 3 ойыншыны алмастырды. Рамазан Оразовтың орнына Эльхан Астанов шықты. Максим Самородовты Абат Аймбетов алмастырды. Ал капитанымыз Асхат Тағыбергеннің орнына Қызылжардың көшбасшысы өте керемет ойыншы Еркін Тапалов шықты. Есебімен солтүстік Ирландияны сырт алаңда жеңді. Абат Аймбетов жеңісті голдың авторы. Матчтың соңында керемет шабуылды өткізді, сойтып қақпаның ішіне кіргізді допты. 1-0 сенсация. Қазақстан құрамасы осы сырт алаңдарынан 6 ұпай алды. Сан-Маринаны жеңді 3-0 есебімен. Солтүстік Ирландияны 1-0 жеңді, сойтып 1-1 гол жібермеді өз қақпаларына. Игорь Шацкий, барлық команда красавцы. Магомед Адиев красавец жасасын Қазақстан құрамасы. Мурка, где Мурка? Мой телефон. Мы это сделали, блядь. Сделали. Красавцы, пацаны. С победой, брат. С победой. Білдім мен негізі бар. Все будем радоваться, поэтому никаких проблем нет, идем поступательно, там посмотрим. Всех нас с победой, вас тоже приехали, сделали. Спасибо, поздравляем. Легенда. Эмоция.
Спасибо. Удачи. брат, матчтың соңында шықтың. Қалай гол ұрдың? Сол тұрға баяндап бере аласыз ба? Күшің жетті ғой. Баламен ортасынан допты алдың. Или сразу бір жауап берейін. Өте қуаныштымын қазақ еліне осылай жеңіс алып келгеніме. Бұл жалғыз менің еңбегім емес, бүкіл балдарға ризамын. Осылай тұрып шыққанына, осы ауыр ойында, қиын ойында Аллаға шүкір осылай жеңіске жеткенімізге. Повтордан қарадым, өте керемет шықты. Былай өзіме сезілген жоқ. Басымда бірақ салуға өте насыра беріп шыққан, осылай енді алып шығамын деп. Шынымен де бірінші ала, екінші осылай болғанына, гол салғанына өте қуаныштымын. Сосын Абат жаңа баспапкер айтып жатырды, мен оны әдейі шығармай қойдым, ол жындансын, әбден ашулансын деп 80-ші минутта бірақ шығардым дейді. Соған қалай қарайсың жалпы? Ол жағын бөлмедім, ол бапкердің өз сондай несі шығар. Оны қазір талқылап жатармыз бапкермен бұйырса. Сосын бағана айттық қой, лифтте жалпы гол ұрасың, бүгін саған сеніп отыр деп. Сол лифтте айтқан, соны сезіндім, күш бердіңдер. Сөйтіп голды соғып жібердім. Өзіңді Қазақстан құрамасының символы деп санайсың ба? Себебі Данияға жеңісті голды сен ұрдың, енді Солтүстік Ирландияға голды сен ұрдың. Символы деп санағанда әр ойын негізі сөйтіп шығам. Оны уже халық айтып жатар қандай екенін. Өзімді мақтамақ қойын. Сосын кеше сен баспасөз мәслихатында айттың, әр нәрсенің өз қайыры бар деп. Себебі Сан-Мариноға қарсы шықпадың, бірақ та күшіңді үнемдедің, бүгін гол ұрдың. Мен өкінішті деп айттым, Сан-Мариномен ойын жіберіп алғаныма. Бірақ қазірде осындай ситуация болып қалды. Бірақ әрдайым ұстанатыным сабырмен соңында бір нәрсенің қайыр тұратынын білем. Сол мені осы өміріме алып шығып жатыр деп айта аламын. Дұрыс жеткіздім деп ойлаймын. Дұрыс. Доппен қақпаға қарай баратқан кезде білдің ба? Екі ойыншыны алдап өтіп салатын бір сенім болды ғой дейме? Анандай. Оны повтордан көріп таңғалдым. Былай оны айтып жеткізу қиын өз ойындағы, бірақ солай өз ойындағыдай шығып кеткеніне өте қуаныштым. Енді ол миллисекунд деп айтады футболда. Соның бәрі менің ойындағыдай өтіп кеткеніне, гол салғаныма қуаныштым. Мен таңғалғанымда, Абат, мен тура сол қақпаның артында тұрдым, сен гол ұратын кезде. Сен кішкене бір пауза ұстап барып тепкеніңе шейін бір салқынқандылық, сонша бір асықпай тептің ғой деген. Асықпай тепкен өткені қанша еңбекпен өткеннен кейін бұл нәрсенің соңына жеткізбеу өте өкінішті болар деп ойлаймын. Как футболшы ретінде оны көбісі айта алады. Содан кейін бұл завершение уже келгеннен кейін хладнокровие дейді ғой, солмен әдемілеп салған келді. Өткені мен уже көрдім жетпей жатқан қорғаушының артында қалғанын. Кеше қарсыластың бас бапкері, солтүстік ирландиялық, естіген шығарсың, мен Қазақстанның ойыншыларын ешқайсысын танымаймын, маған қиын болып жатыр деген. Бұдан кейін Абат Айымбетовтің есімін жаттап алады деп ойлайсың ба? Түсіне көреді ғой. Енді қазір Абат бізде 9 ұпай болып тұр, 2-ші орын бар. Енді бас бапкерді айтып жатыр, күздегі мәселе енді басқаша болады дейді. Топтан шығу деген. Негізі осы екі ойын мен кеше айтқан болатын, шешуші болады деп бапкерді айтқан. Бірақ енді осы нәрсе істелгеннен кейін, осы екі выездтан 6 ұпай алғаннан кейін уже басқаша бізде мотивация, енді больше хотим деген қалай болады? Көп нәрсені қалаймыз. Көп нәрсені қалаймыз бұйырса. Ендігі алдағы ойын, әр ойын негізі маңызды, бірақ алдағы екі ойында қызық болайын деп тұр. Тәбет тамақ барысында келеді деп тұрсың ғой? Ал енді бүгінгі голды кімге арнайсың? Бүгінгі голды бүкіл жанкүйерлерімізге арнаймыз. Осы түн ұйқысын 4 бөліп, осылай бізде түннің бір уағы қазір, сосын Абай облысына осылай эмоция беріп жатыр жұрттарға.
қайғы айтамын, көңіл айтасың. көңіл айтамын. Бүгін Астанада да өрт болды, байқаған шығарсың. Бүкіл Астананы өртіп, Көрмеппін интернеттен болғанда. жоқ осындай жоқ әлеуметтік жұмыс не қылға болады ғой, көңілі түскен алаңдаған қазақ елін арнаймыз деген сияқты қылып айтсақ. Иә. Тамаша. Солай айтып берсең болады, монтаждап жүреміз. Қалай де? Көңілі түскен осы алаңдаған көрермендерге арнаймыз қазақ Көңілі еліне. түскен алаңдаған көрермендерге арнадым. Бірақ сосын сен сақалыңды өсірдің ғой. Содан кейін жолың ашылды ғой. Сақал айтылмайды ешқандай.